Баршаңызға сәлем магистранттар, біз магистратураға дайындығымызды одан әрі жалғастырамыз. Бүгінгі сабағымыз педагогикадан педагогикалық құзыреттілік деген тақырыпта болмақ. Әрине Берікханованың педагогикалық мамандыққа кіріспе еңбегі бойынша. Алдымен менің сабағымды көрмес бұрын, әдеттегідей менің арнама тіркелмесеңіздер, тіркеліп кетіңіздер, және де өзге де магистратураға тапсырушы студенттермен бөлісіңіздер дегім келеді. Және міндетті түрде сабақты соңына дейін көріңіздер. Ал уәде еткенімдей, біз бүгін педагогикалық құзыреттілік туралы айтатын боламыз. Сонымен педагогикалық құзыреттілік дегеніміз не? 21 ғасырдағы білім беру мәселелері бойынша халықаралық комиссияда білім беру ашылмаған асыл қазына 93 жылғы тақырып бойынша осы білім беру ашылмаған асыл қазына тақырыбында жасалған баяндамасында Жак Делор білім беруге негіз болатын адамның жалпы негізгі құзыреттіліктері ретінде 4 тұғырнаманы атап өтеді. Олар танып білуге үйрету, істеуге үйрену, бірігіп өмір сүруге үйрену. Білім берудегі құзыреттілікті зерттегендер Хамский, Уайт, Равен, Кузьмина, Гершунский, Добудко, Маркова, Митина, Лобанова, Кумоткин, Суховская, Прохорова, Бондаревская, Сластени, Земняя, Хмел, Балтабаев, Кенжебеков, Таубаева, Меңлібекова, Жексенбаева және Семенова. Отандық білім беру саласында құзыреттілік бағыт Қазақстан Республикасының 2015 жылға дейінгі білім беруді дамыту тұжырымдамасында және 2005-2010 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасында кеңінен таралған. Қазақстан Республикасының мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарттарында жоғарғы оқу орнында бітіруші жас мамандардың білімділік деңгейлеріне қойылатын талаптар. Бірінші, жалпы білімділіктеріне қойылатын талаптар. Екінші, әлеуметтік этикалық құзыреттеріне қойылатын талаптар. Үшінші, кәсіби құзыреттеріне қойылатын талаптар. Төртінші, өзгермелік пен белгісіздіктің кең таралуы жағдайында әлеуметтік, экономикалық, кәсіби рөлдерді ауыстыра алу даярлығына, географиялық және әлеуметтік мобильділігіне қойылатын талаптар. Бесінші, оқу пәндерінің негізгі циклдары бойынша білімділіктеріне қойылатын талаптар. Алтыншы, жеке пәндер бойынша білімділіктеріне қойылатын талаптар. Қазақстанның ұлттық энциклопедиясында құзырет ұғымы латынша жетемін, лайықпын деген мағынаны білдіреді. Және де екі мағынада түсіндірілген. Бірінші, заңмен, жарғымен немесе өзге құжатпен берілген өкілеттіліктер шеңбері. Екінші, белгілі бір саладағы білім, біліктілік, тәжірибе. Қазақстан Республикасының мемлекеттік жалпыға міндетті білім стандарттарында ұлттық деңгейдегі басты мақсаты өркендеп өсіп келе жатқан еліміздің әлеуметтік, экономикалық және саяси өміріне белсенді араласуға дайын тұратын құзыретті тұлғаның қалыптасуына ықпал ету деп анықталған. Қазақстандық жалпы орта білім беру стандартын 2007 жылы құрастырғандар қатарына Жексенбаева, Хан, Таубаева, Қалиева, Коган, Грудникова, Галлуп, Жампейсова, Курманалина, Ганина, Самуратова сынды ғалымдарды жатқызуға болады. Аталған ғалымдар құзыреттілік және құзырет ұғымдарына анықтама берді. Сонымен құзырет дегеніміз не? Құзырет тұлғаның табысты іс-әрекетке даярлығы, қойылған мақсатқа қол жеткізу үшін ішкі және сыртқы ресурстарын тиімді жасай алу қабілеті. Ал құзыреттілік дегеніміз оқушылардың әртүрлі іс-әрекет түрлерін меңгерумен анықталатын білім беру нәтижесі. Таубаева құзыреттілік ұғымының 3 түсініктемесін атап көрсетеді. Бірінші, өзінің ішкі әлеуетін іске асыруға қабілеті, ол даярлығы, қабілеті мен ынталылығы, мотивациялық аспект. Екінші, табысты шығармашылық іс-әрекет үшін практика жүзінде байқалған өзінің білім, іскерлік тәжірибесін іске асыру қабілеті. Бұл когнитивтік аспект. Үшінші, өз іс-әрекет нәтижелерінің әлеуметтік маңыздылығын және жауапкершілігін түсінуі, оның үнемі жетілдіріліп отыру қажеттігін ұғыну, ал бұл дегеніміз құндылық аспектісі.
Кузьмина педагогикалық іс-әрекет негізінде құзыреттілікті тұлғалық қасиет деп қарастырса, Петровская коммуникативтік құзыреттілік мәселесіне, ал Прохорова басқарушылық құзыреттілікке көп көңіл аударады. Өткен ғасырдың 90 жылдарынан бастап Маркова кәсіби құзыреттіліктің 4 бөлігін көрсетеді. Бірінші, кәсіби педагогикалық және психологиялық білімдері, екінші, кәсіби педагогикалық іскерлігі, үшінші, мамандығы қажет ететін мұғалімнің кәсіби психологиялық позициясы, ұстанымдары, төртінші, мұғалімнің кәсіби білім мен біліктерді меңгеруін қамтамасыз ететін тұлғалық ерекшеліктері. Осы кезде Митина өз зерттеулерінде педагогикалық құзыреттілік ұғымының білім білік дағдыны және оларды іс-әрекетте, қарым-қатынаста, тұлғаның дамуында іске асыру амалдары мен тәсілдерін қамтитынын ашып көрсетеді. ЮНЕСКО құжаттарында құзыреттер компетенция білім беруден күтілетін нәтижелер ретінде қарастырылған. Сластенин мен Мишенконың пікірінше, педагогтың кәсіби құзыреттілігі іс-әрекетті атқарудағы теориялық және практикалық даярлықтарының бірлігі болып есептеледі. Хмель педагогтың кәсіби құзыреттілігін оқушылардың іс-әрекетіне бағытталған, олардың тұлғаларын ынталандыратын, шығармашылық қабілетін және олардың өзін-өзі іске асыруға даярлықтарын қалыптастыратын мұғалімнің басқарушылық іс-әрекеті деп түсіндіре отырып, оның мынадай элементтерін ажыратып қарастырады. Бірінші, оқытатын пән мазмұнын терең меңгеру, оның мазмұнын аудитория ерекшеліктеріне бейімделе отырып толық жеткізу. Екінші, оқушыларды білім білік дағдыларды меңгеру жолдарын қалыптастыру үшін оқыту әдістерін пайдаланудағы әдістемелік құзыреттілік. Үшінші, оқыту процесін және оқушылардың өзара әрекеттесуін ұйымдастыру саласындағы психологиялық педагогикалық құзыреттілік. Төртінші, оқушыларды танымдық іс-әрекетке ынталандыру, қабілеттіліктері мен тұлғалық бағыттылықтарын қалыптастыру. Бесінші, педагогикалық іс-әрекеттегі рефлексия немесе аудиопсихологиялық құзыреттілік. Балтабаеваның пікірінше, кәсіби құзыреттілік маманның нақты бір кәсіби іс-әрекетке даярлығының және қабілеттерінің көрсеткіштер жиынтығы. Салыстырмалы түрде талданған анықтамалар негізінде кәсіби құзыреттіліктің екі тұрғыдан қарастырылғанын аңғарамыз. Бірінші, көптеген зерттеушілер кәсіби құзыреттілікті мамандардың даярлық деңгейлерімен байланыстырады. Екінші, ғалымдар кәсіби құзыреттілікті маманның тұлғалық қасиеттерімен байланыстырып зерттейді. Көптеген ғалымдардың пікірінше, мамандардың кәсіби құзыреттілігі мынадай түрлерге бөлінеді. Практикалық құзыреттілік, әлеуметтік, психологиялық, ақпараттық, коммуникативтік, экологиялық және валиологиялық деп. Құрметті студенттер, міне біз құзырет және құзыреттілік туралы ұғымның не екенін сіздерге көрсеттім. Алдарыңызда тұр, және де көптеген ғалымдарды атап көрсеттім. Балтабаева пікірі қандай болды, Сластенин не қылды, ЮНЕСКО құжаттарында қандай болды, Кузьминаның және Маркова қалай 90 жылдарда кәсіби құзыреттілікті 4 бөлікке бөлді. Одан кейін Таубаеваның пікірі бойынша қалай болды, көрдіңіздер ме? Көптеген ғалымдарды сіздерге атап көрсеттім, олардың пікірін көрсеттім. Сабақты соңына дейін көрдіңіздер деген үміттемін. Қазіргі таңда өздеріңізге белгілі магистратура тесті өтіп жатыр, болып жатыр. Сондықтан мен сіздерге ең керекті құнды мәліметтермен бөлісіп отырмын. Барлықтарыңызға магистратура тестінде үлкен сәттілік тілейміз, және де барлық студенттерге магистратура тестінен жоғарғы балл алып, еліміздің жоғарғы оқу орындарында, университеттерінде магистрант атануларына шын жүректен тілектеспін, құрметті студенттер, сіздерге. Сондықтан менің сабағымды соңына дейін көріңіздер, мәліметтерді алыңыздар. Бұл болашақта нағыз педагогтарға керек мәліметтер. Сондықтан тек қана магистранттар емес, нағыз педагогтардың өзіне ең керекті құнды мәліметтер деп ойлаймын. Сондықтан менің арнама тіркелмесеңіздер, тіркеліп өтіңіздер, және де сабақты соңына дейін көріңіздер дегім келеді. Ал мен қазіргі таңда дәл қазіргі таңда қазақ тілі оқыту әдістемесіне және педагогикадан магистратура тестінде қандай тесттер келіп жатыр екен, соны зерттеп, өзім көріп, кіріп, магистратура тестіне сіздермен бір
өте әдемі, өте керемет бір жаңалықпен және де бір сабақты сіздерге ұсынғалы отырмын. Сол сабаққа мен дайындық үстіндемін. Сондықтан сол сабақты жіберіп алмаңыздар дегім келеді. Ал баршаңызға сәттілік. Менің арнама тіркеліп өтіңіздер. Келесі сабақта кездескенше.